17 күн өткенді босату. Өткенді жүректен босатуға арналған күн. Көп адам алға жылжи алмайды, себебі өткендегі қателіктерін, өкінішін, ауыр естеліктерін арқалап жүреді. Өткенді өзгерту мүмкін емес, бірақ оған деген көзқарасты өзгерту өз қолымызда. Өткенді босату деген бәрін ұмыту емес. Бұл сол оқиғалардан сабақ алып, өзіңді кінәлауды тоқтату. Әр қателік тәжірибе, әр ауыр сәт рухани өсудің бір бөлігі. Алла әр пендесін сынақ арқылы тәрбиелейді. Бұл күні өзіңді мазалаған бір естелікті еске түсір. Ол саған не үйретті? Сол жағдай болмаса, сен бүгінгі сен болар ма едің? Осы сұрақтарға жауап беру жүректі жеңілдетеді. Өткенге байланып қалу қазіргі күннің берекесін қашырады. Ал өткенді босатқан адам бүгінмен өмір сүруді үйренеді. Жүрек жеңілдегенде ойда анықталады, болашаққа үміт пайда болады. Өткенді Аллаға тапсырып, алға қадам жасау үлкен рухани ерлік. Бұл әлсіздік емес, керісінше күштің белгісі. Тапсырма. Өткеннен әлі де мазалайтын бір жағдайды жазыңыз. Сол жағдайдан алған бір сабақты анықтаңыз. Мен өткенді босатамын деп ниет жазыңыз. Қысқаша дұға жасаңыз. Жүректі ауыртқан сезімдерден арылу үшін. 17 күн адамға өткенге байланып қалмай, сабақ алып, алға сеніммен қадам басуды үйретеді. Өткенді босату еркіндікке апаратын жол.